Атом электр станциясын салу өндірісті бір жолға қоюдың негізі. Энергия көздерін өңдіп, оны тиімді түрде халық игілігіне беру. Түркістан облысы мәслихатының депутаты Қалайма Жантүреева осылай деді. Ол президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауындағы атом электр станциясын салу мәлімдемесін қолдайды. Бұл қадам әлемдік тәжірибедегі ғылыми шешім дейді облыстық мәслихат депутаты. Неғұрлым атом электростанциясын салып, оны тиімді қылып халыққа берсе, бізде электр энергия көздері, жылу көздері арзан болады тарифтен. Екіншіден, бұның бір тиімді жолы, тауар өндірушілерге жақсы тарифтер төмендеп, тауардың өзіндік құны төмендейді. Неғұрлым төмендеген сайын бізде сұранысқа жауап беру көзі ашылады. Үшіншіден, жаңа жұмыс орындары ашылып, адамдар жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы ашылады. Қазір мысалға қондырғылардың бәрі өте қай жерде қандай ақау бар, оны көрсетіп тұрады. Қазіргі бұрынғымен салыстыруға бірден бір келмейді. Одан бері 30 жыл, 40 жыл өтті одан бері. Содан бері ел дамыды, технология дамыды.